Кәсіпкерлермен жұмыс істегісі келмейтін әкімдер орындарында көп отырмайды. Бұл отандық кәсіпкерлер ұлттық палатасы басқармасының төрағасы Абылай Мырзахметовтың мәлімдемесі. А у нас в акиматах, видите ли, заместителю акиму тяжело пойти поговорить с бизнесменом. Знаете, я вот такое услышал. Говорит, ваша региональная палата, говорит, меня вызывает на совещание. Ну, о чем говорить здесь? Если глава государства говорит массовое развитие предпринимательства, я считаю, что таким замакиве не будет места. Мы через вас хотим послать сигнал. Мы ни с кем не хотим ругаться, выяснять. Сондай-ақ палата төрағасы журналистермен кездесуде шағын кәсіпкерлікке қолдау ретінде биылдан бастап кепілдік қорын құру туралы мәселесі қолға алынып жатқанын айтты. Оның пайымдауынша бұл бастама кепіл заты болмай банктерден несие ала алмай жүрген жұртшылыққа демеу болмақ. Ауылдық жерлердегі азаматтар кәсіпкерлікпен айналысамын десе кепіл мүліктері болмайды. Бүгінде ешбір банк шалғайдағы жылжымайтын мүлікті кепілдік көзі ретінде қарастырмайды. Ал палата өз ретінде аталған қорды құру арқылы бастаушы бизнесмендерге кепілгер бола алады. Жаңағы қордың құрылуы көптен күтіп отқан мәселе. Сондықтан біз әрине бұл қордың биыл күз айынан бастап жұмысқа кіріп, алдағы әсіресе осыны күтіп жүрген азаматтардың осының пайдасын көруге жағдай жасаймыз.